Assalamualaikum dostlar. Sizlerмен бұл Бакром. Мен бүгін осы ойынды жалғастыратын боламын. Естеріңізде қалса, алдыңғы серияда біз әкесін көрген болатынбыз. Сол әкесіне бүгінгі серияда барып білеміз. Ал біз кеттік. Әкесі мына жерден көрінген болатын. Сол достар, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бүгінгі серия қызық болады деп ойдамын. Кеттік. Әкесіне барамыз. Достар, міне біз мына жерге келдік. Сохранение қайда мына жерде? Менде патрон жоқ қой. Ашылмай ма? Болмай. Менде автомат жоқ қой. Ана жолмен бұрсақ жоқ. На тупик қой. Мен немене адашым? Вот, мына жерде жазып. Ой, достар. Как будто бы чемодан секілді. Ана жолда не бар? Ана жақ тупик бар. Ана жақ тупик. Ана жақ не? Кетіндейсің, жаңға тиіп, блядь. Жаман қалай. Достар, бізге сохранение керек. Сырамыз. Ой. Тұқтандар, мен ана жолды көріп алайын. Мен бірде 5x'ге қоям отырмын. Мен барлығын жетуім керек. Достар, міне біз келдік. Что-то жайына қалдым. Так, қай жақпен барам? Ой, черт. Паркур керек, наверное, паркур. Yırtış. Kaybettim. Вот тут. Ой. Сын, держись. На киселу. Еще немного.
Теперь с тобой все будет в порядке. Я отлично ориентируюсь в пещере и изучил повадки этих существ. Будь осторожен. Они совершенно слепые, но отлично слышат. Поэтому просто сиди тихо. Я запру дверь и оставлю тебе свой дробовик. Не ма? Постараюсь добраться до самого низа пещеры, где мы проводили взрывные работы. Там должен остаться динамит. С его помощью мы сможем взорвать завал и выбраться. Түсіндім. Короче, мына животныйлар бар ғой. Көз соқыр болса да, анандай адамдарды тез естиді да, сосын барып тез келеді екен. Уберитесь из комнаты дейді. Достар, мен видеоны осы жерден аяқтаймын. Сіздермен болған бақытым, сау болыңыздар.